Қазақ тілі туралы айтқан өзге шетелдік ойшылдардың пікірлерін назарларыңызға ұсынуды жалғастырамыз. Қазақ тілі өзінің бейнелілігі, суреттілігі жағынан басқа түрік немесе түркі тілдерінен әрдайым бөлекшеленіп тұрады. Қазақ өзінің ауызекі көркем тілімен, айшықты әсем фольклорымен бұрын да қазір де даңқы шығып жүрген халық. Авторы Сергей Малов орыс ғалымы, атақты түркітанушы. Қазақ фольклоры туралы мол ақпарат жинаған ғалым. Орхон Енисей жазуының көлемді нұсқасын тауып, оны өзі бастырып шығарған түрколог. Ғалым Ұлы Отан соғысы жылдарында Алматы қаласына көшіп келіп, қазақ тіл білімін зерттеуде мамандарға басшылық еткен. Қазіргі ең таза, ең бай, ең табиғи және бұзылмай, бұрынғы қалпында сақталып қалған бір тіл болса, ол қазақ тілі және қазақ әдебиеті. Шын ғалым үшін біз бұны ашық айтуымыз керек. Бұл сөздің авторы Сади, шығыстанушы. Татар ғалымы қырғыз-өзбек әдебиетінен бөлек қазақ әдебиетін зерттеуге ерекше ден қойған. Қазақ шығармаларын ерекше сүйіп оқып, өзі де қазақ тілінде бірнеше поэзия жазған. Қазақтардың ақыл-ой қабілеттілігінің зорлылығына барған сайын менің көзім жетуде. Қандай әсем сөйлейді. Кез келгені айтайын дегенін тез түсіндіре, қарсыласының сөзіне шебер тойтарыс бере алады. Тіпті балаларының ақыл есі де өте тез жетіледі. Авторы Адольф Янушкевич, поляк журналисі. Қазақ өмірін тарихқа таңбалағандардың бірі. Журналистің күнделіктер мен хаттар деген жазбасында қазақ жерінің тарихы мен мәдениеті, кеңпейіл халқы жайлы кеңінен жазылады. Ол Қазақстанның әр қаласын аралап ақпарат жаза жүреді. Әсіресе Семей қаласында болғанда шаһар туралы мол мағлұмат береді. Қазақтың тілі мен салт дәстүрін ерекше сақтайтын, ардан аттамайтын, қымызды керемет баптайтынын жазып кеткен. Осындай бай қазақ тілімізбен мақтануымыз керек. Тілімізді біз бүгінгі ұрпақ құрметтеуіміз керек. Және сол байлығымызды бағалауды келешек ұрпаққа аманаттауымыз керек. Ол баршамызға ортақ парыз.